Қыздар, сәлем. Бүгін өте оңай және дәмді котлет жасағым келіп тұр кешкі асқа. Ол үшін фарш алдым. Фаршым аралас, говядина және индейка қосылған. Оған картоп саламын, пияз саламын, чеснок саламын. Бәрін картошкасын теркамен өткізіп, пиязды ұсақ қып кесіп, турап, чесногымды өткізіп, ұсақ қып, бәрін араластырып, 2 жұмыртқамды қосамын. Дәміне қарай тұзы мен бұрышын салдым. Бәрін араластырып, осындай масса болып шықты. Енді котлетімді жасап алып, майға қуырдым. Екі жағынан қуырып болғаннан кейін зажаркасын жасап, котлетімді суға бұқтырып аламын. 15-20 минутке. Сонда бәрі де пісіп, дайын болады.